Алтын Алтай алқабындағы әйгілі арыстың бірі атақты батыр Жәнібек Бердәулетұлы еді. Көкбөрі қолдаған аруақты батыр жоңғарларды жеңуде зор үлес қосқан болып, жүрегіне түк біткен батырлығымен қоса шешендігі де қатар аңыз етілетін. Елді байырғы мекені болған Алтай-Тарбағатай өңіріне бастап келген оның сүйегі Қалба тауында қалса да, артындағы ұрпағы атын ұранға қосып, өзін қастерлеп келді. 1943 жылы қыркүйектің соңында Оспан Өралтайдың Бұлғын деген жерінде қосынын ретке салып, Жәнібектің ақ туын алып шығады. Ақ тудың алдында жүрелеген мыңдаған сарбаз қолын қызыл қанға батырып, тірі болсақ бір төбедеміз, өлсек бір шұңқырдамыз. Халықтың кегі үшін аттан түспейміз, жауды қуып шықпайынша бел шешпейміз. Өлсек шәйіт, тірі болсақ қазымыз, деп ант береді. Мойындарына ақтық байлап жаназа оқытады. Елдің осы улы жиыны батырды хан сайлауды ұйғарып, ақ кигізге отырғызып, атпен көтеріп хан сайлады. Алдымен киіздің екі жағына ағаш байлап, ердің қасына салып көтерді. Әрі Мұхаметжан, Қыстаубай Кәріп зәңгі, Шахабай Ыдырыш зәңгі, Ләтіп сияқты 4 ақылшы сайлады. Әскери істерге жауапты болып, Сұлубай белгіленіп, орынбасары Кәмел болды. Молқы жасағына Қапас, Қарақаш жасағына Қаби Халелұлы, Жәнтекей жасағына Тескенбай, Қуанышбайлар және Әбдірәсіл тағайындалды. Осы науқан тай сойып, бәйге салып думанмен өтті. Оспан қолы осылайша Кемелді әскери түс жариялап, қатаң тәртіп белгілеп, арнайы соғыс жүйесін қалыптастырды. Моңғолия жағынан ақылшы болып Қалқабай Бейілхан, Марқаба Солтан, Ғабдыл Құрманхан қатарлы адамдар келді. Оспан мен Чойбасаның кезігуі. Бұл тақырыпта қалам тартқанда сөзді моңғолиялық қаламгер Шынай Рахметұлына берелік. Моңғолияның батыс шалғайындағы Алатөбе баурайындағы далалық төтенше әскери тұрпанның штабында Чойбалсанға арнап 2 киіз үй, шатырлар тігілген еді. Киіз үйлердің әдемілігіне көз сүрінеді. Үй қасындағы ұзын сырық басында қызыл көгала мемлекеттік жалау. Әлем-жәлем тулар желбірейді. Маршал далалық төтенше топтың бастығы Доржы және басқа адамдармен, малшы қауымымен кездесіп әңгімелесті. Сонан соң басты бұйымтайына көшті. Жаралы жыртқыштай Алтай асқарларын кезіп, азаттық жолында жанталаса күресіп жүрген Керей ханы Оспанмен кездескісі келетінін айтты. Орталықтан Туғиырдағы Алтайға келген басты мақсаты осы еді. Аз уақыттан бергі жылы шырайлы қарым-қатынасқа сай Дорж, Чойбалсанмен кездесесіз бе деп хабар жіберіп еді, Оспан бас тартқан жоқ. Доржы жолдас, Оспанмен жолыққанда қандай жағдайда болу керек, деді Чойбалсан сәл жүрексініп. Доржы біраз көмілжіді де. Оспан бірбеткей, әрі секемшіл кісі, іске шұғыл, сөзге мұрт, бір қыңырайса бұрылмайтын қатты мінезді адам ғой. Неғұрлым оңаша кездескеніміз ақыл болар, деп өткен қазан айында Оспанды қонаққа шақырып, өткізген кездесуін, одан кейін де арада болған жайларды еске алды. Оспанды қарсы алудың қамына түгел қауырт кірісті. Қайтадан хабаршы шапқылатты. Орын жай, құрмет қарауылын әзірлетті. Онымен қоса үкімет басшысының сақтығы ескеріліп, кездесу өтетін үйдің іргесіне айнала терең ор қазылып, оған қарулы әскерлер отырғызылып, беті далдаланды. Кешікпей-ақ Абақ Керейдің ақырғаны батыр Оспанның өз төбесі де көрінді. 100 қаралы қол екекіден сап түзей қатты келе жатты да, тақағанда тізгіндерін іркіп, Байсалды аяңға басты. Жол бастаушы қара жорғалы кейін шегініп еді. Бірінен бірі әсем басқан егіз жирен мінген екеуі еңгезердей ақ боз аттыны ортаға алып алға түсті. Алдарынан өрімдей 3 жас жігіт шығып, еліп сәлем бергенде, алдыңғы 3 мейман аттарынан түсті. Даяшы аттың шылбырын қатар ұстамақ еді, есі ырғып түсіп, тізгінін үстіне бос салғанда, ақбоз ат жатырқай осқырынып кейін шегінді. Оны ұстауға барған жігіт тосаңсып қалды. Меймандарды тамашалап, әсіресе ерке мінезді ақбоз атқа қызға қараған маршал Чойбалсан бір басып, екі басып, салқын жымия ілгері аттады. Жасы 50-ге жеткенімен сақал мұртты тұтасып өскен, денелі, сұңқақтау бойлы, 3 құлақты түлкі тымақ,
түйе жүн қалың қара күпі киген қара сұр кісі Ақбозына қарап: «Жай, әуре болма, өзі тұра береді», дегендей жігітке қолын ақырын сермеді. Көк сауырлы етікті домбал аяғының біреуін сылти басып, екі жолдасын ертті де қарсы алдарында өздерін күтіп тұрған салтанатты топқа қарсы жүрді. Соңғылар әудем жерге іркес-тіркес келіп, жапа тармағай түсіп аттарын байлап жатты. Ер әбзелі күміс ақбоз ат күпілі иесін барандап келіп, оқыранып, байырқалап тұрып қалды. Ақбоздың иесі атақты Оспан деген осы. Қандай көзқарастың адамы екенін саяси жағынан бағалап, кесіп пішудің өзі қиын. Қазақтағы күрделі тұлғаның бірі Оспан Батыр осы еді. Анау аяғының сылтымасы да өжеттіліктің белгісі, айқастан қалған таңба. Ел басына күн туғанда аттан сала алғы шепке шыққан Батыр айбын деді: «Уа, кәпір болмасаңдар ер соңымнан», деп атын ойнақтатты. «Ермейді екенсің, Құдайдан бездіге санап аяусыз жазалаймын. Қасарыссаң малыңды шауып, ошағыңды ойран қыламын. Қанға, дінге қызған халық тағдырын ойлағандарымен қоса, ошыңның сұсынан қорқып, сесінен сескенгендер де атқа қонды». Қосылған қол, құрылған сап үсті-үстіне молая берді. Олар осылайша бір ауылдан екінші ауылға келіп, илан бағанына, қоян бұлтаққа салғандарға ашық атой салды. Осылайша топ толыса бастаған бір күні Тескенбай жетті. «Жә, не болды?» «Ойбай, Мағауия бауырыңыз Қытайлармен байланыс жасайтын болыпты. Жоғалтыңдар көзін», әмір осы. Әмір орындаушылар ат үстінде тұрып, мылтығының үңгісімен маңдайшаны түріп, төрінің қақ басында отырған Мағауия залыңды қасқа маңдайдан атып тастаған. «Мәртебелі құрметті, қош келдіңіз, қалыңыз қалай?» деді өз тобынан суырылып шығып, сәлем берген Чойбалсан жылы жүзбен амандық сұрап. «Дала кезіп, қонысынан ауған елден қандай хал сұрайсың? Жайымыз осы ғой, Чойбалсан. Өзденің сау, елің аман ба?» Еліміздегі арқа тұтқан ағалар, ардагерлер тұтқындалып, Шүршіттің торына түскен соң күніміз қараң болды. Бірақ үмітсіз шайтан, Құдай оңдаса бәрі де орнына келер, деді. Алтайдың қарлы қыраттарын отты қоңыр көздерімен мұңая шолып, терең күрсінді. «Жарайды, ал енді кіріңіз үйге, асықпай әңгімелесерміз. Сонан соң сіз екеуіміз оңаша сөйлесек абзал болар еді-ау». Екеуі бір-біріне қарап салқын жымиысты. «Мақұл, десе де менің мынау екі серігім Сүлеймен мен Тескенбай өзіме ере жүрсін. Бұлар да кеңес тыңдасын да. Мен тек сізбен ғана әңгімелессем деп едім. Уышсең ұруыңмен деген сөз бар біздің қазақта. Мен ұруыммен кіргел тұрған жоқпын ғой, бір ғана кісімен, мына Сүлейменмен кірейін». «Мақұл дегеніңіз болсын», десе де, әдейлеп шақырған қонаққа қас істемейміз, қанекей кіріңіз, деді босағаға таяп келіп. «Жоқ, алдымен өзіңіз кіріңіз, ханы тағында, халқы орнында отырған отырықты елдің патшасы едіңіз ғой, ал біз...» «Олай демеңіз, Ошеке, сізде елбасысыз. Басшы болғанда азаттыққа талпынған елді қой бастаған серкедей соңынан ертіп жүрген мәртебелі азаматсыз. Жол жораға келсек, менің алдымда сұхбатар болғанын білетін шығарсыз. Әрі құрметті қонақсыз, жол сіздікі», деп Чойбалсан жол берді. Әскери өкілдердің кездесуі сипатындағы алдыңғы келіссөзде екі жақ мынаған келіскен еді. Оспан сарбаздары Монғолияға қарсы арандатушылық жасамау және Моңғол Халық Республикасынан материалдық көмек алу. Өздерінің үй-жайларын мал мүлкімен шекара бойына қоныстандырып, Гаминданға қарсы күресін жалғастыра беру. Чойбалсан мәселенің жай-жапсарына қанық бола отырса да, бетпе-бет кездесіп, жүзбе-жүз әңгімелесу үстінде Оспанның шын аужайын аңғарғысы келіп, тыңнан сұрақ қойды. «Гаминдаңшылар сізге де жау, бізге де жау. Тізе қосып соған қарсы көтерілсек, күшейе түспес пе едік? Осыны бұрын неге ойламадық?» «Солай ғой, бірақ жау жағадан алғанда бөр етектен деп, олар бір жағынан қыспақ қалғанда сіздер екінші жағынан атойлап маза бердіңіздер ме? Гаминдаңмен шегіне соғысып шекараларыңа жеткенде сол жаумен ауыз жаласқандай-ақ
зеңбіректен түтін будақтата қарсы алмадыңдар ма? Сасқан елде не күй бар, не сын бар. Бұл өкпе орынды. Әйткенмен де осылай деп алдын ала мәмілеге келместен бас аяғы жоқ баса көктеп кірген соң сөйтпеске лажы болмаған шығар. Бұдан бұлай ондай жаңсақтық бола қоймас деп ойлаймын. Ал анау шекара күзетінде жүрген біздің бірнеше әскерді өлтірдіңіздер. Не жазығы бар еді? Анау ма? Аз күн болса да бас сауғалайтын жер шолып жүрген біздің топ жігіттер абайсыздан үстінен түсіп қалған екен. Өздері әй-шәй жоқ оқтың астын алыпты. Сөйтіп жау болған соң аянсын ба? Сонда жауыңыз кім сіздің? Дініме, халқыма кім қарсы келсе, менің жауым сол. Ошеке, ендеше өз қазағыңызды, тіпті қаны, діні, руы бір жап-жақын ағайыныңызды оққа байлапсыз ғой, оны да естідік. Естіген екенсіз ғой, деп Оспан бетінің түгі тіріліп, аузы ақ көбіктеніп, сызданып, сазырайып отырып қалды. Мағауияны Сартоғайда атқызғанын есін алды да. Сенің білетінің сол ғана ма? Ол аз. Қанатымның астына алып қорғайын деген аз ғана әскеріме азық бермеген сасық байлардың да ауылын шауып алдым. Оны да біл. Ол да жақын туысым. Өзгесіне сабақ болады. Оспанға билеткісі білгізгісі келмеді. Қалың елдің қалын ойлаудан бас тартып, қарабасының қамын күйттеген дінсіз, имансыз азғындарға сол керек, деді ашу үстінде. Сәл сабыр сақтайын деп іштей өзін тежегісі келсе де, долы мінез бой бермей, оның мінін де бетіне салық қып, табанда айтып салды. Әй, Чойбалсан, өткені өтті ғой, менен кеткен ағаттық болса Құдай кешсін. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген, сен де кеш. Мен өзім сөзге доғал шорқақ болсам да, ойыма түскенді орайы келгенде айтып тастап, қарап отыратын қазақпын. Сөзге сөз келді ғой, аузыңа келген түкірік, қайта жұтсаң әкүрік деген біздің қазақ. Кірме деп Қытайды, қашқын деп ақ орысты қуып салдың, оның жөн-ақ. Бағдәулет қонған байлардың дін ұстаған молда мен ламаның, білікті би мен төренің көзін құрттың. Өз заңыңа сәйкескен дәйекте, оныңа да бас изейік. Ал ағайында бір, жолдаста бір, осы мен талай жыл қарулас болған қандыгөйлік жолдастарының тоз топанын шығарды деп естимін. Осының рас па? Неге? Деді. Чойбалсан сөзден тосылды. Түсі қарайып, тығылып, тістеніп біраз отырды да, зорланғандай езуіне әзер дегенде суық күлкі шақырып қызарақтай. Ол біздің ішкісіміз ғой, Ошеке, қане асқа бата қылыңыз, деп жол тауып бұлтарып әрең құтылды. Алдағы уақытта қайтайын деген ойларың бар, деді әлден уақытта. Бізде не ой болсын, атамекеніміз Алтай, енеміз Ертіс, жан-жақтан дұшпанның табанының астында тапталып қалды. Аяулы азаматтарымыз азап шегіп абақтыда жатыр. Соларды азат етуден басқа өзге қандай мақсат болсын бізде? Кешікпей Наурыздың бір жаңасында Моңғолия Қобданың бұлғын сұмын орталығында Оспанды тағы да салтанатпен қабылдап, 395 винтовка, 200 мың оқ, 30 жеңіл бауыр пулемет, 45 автомат, 2000 гранатты қолбасшы Соқпырдың ұлы әскери уәлиінің орынбасары полковник Галсанның қолымен табыс етті. Арада аз күн аралатып, мешін жылы Наурыздың басында Сыйғаси Сырағабал жоралғысымен Оспан өз сарбазы Келес пен ұлы Шердиманды жіберіп, Чойбалсанды шатыр тастағы ордасына қонаққа шақырды. Осылайша Оспан мен Моңғолия маршалы Чойбалсан соңғы рет кезігіп айырылды. Екеуінің бірге түскен фотосуреті осы тарихқа айғақ болып кейінгі қалды. Чойбалсан 1944 жылы 6 наурыз күні Сталин жолдасқа радиошифр арқылы жедел хат жазады. Мәскеу, Сталин жолдасқа. Мұнда келіп Оспанның жағдайымен терең таныстым. Оларға көмекке келген заттарды табыс еттім. Оспандар зор қуанышпен қарсы алып, сый қошемет көрсетті. Оспан мен оспандықтар Алтайды азат ететініне толық сенімі бар. Бұл туралы туған жерді мадақтаған, сағынған әндерді көптеп шығаруда. Оспанды мадақтаған әндер де туып жатыр. Тағы да қазақтың ежелгі батырларын мадақтаған жырлар да көп айтылуда.
орыс пен моңғолға достық ниетте болуды көздеуде. Бұл бағытта іс-шаралар көп. Кездесу аяқталған соң дастарқанға отырардың алдында Оспанның бас ауруы ұстап, қорғаушыларының біріне жіңішке қайыс таспамен басын буғызып мазасызданды. Оны көріп жан ашыған маршал бас ауырғанда өзі ішетін шипалы дәріні Оспанға ұсынғанда ол күдіктеніп ішпей қойды. Мұның өзі Оспанның әсіре сақ адам екенінің дәлелі сияқты. Ертесінде оларға берілетін қару сайманның әрбірін үстелдің үстіне қойып тамашалатып, барлығы 400 винтовка, 200 дана ППШ автоматы, 6 бауыр пулемет, 30 жеңіл пулемет, 2000 гранат, 400 мың винтовканың оғы, 5 дана дүрбіні табыс етіп, бұл саймандарды меңгеруді арнайы мамандар үйрететінін ескертті. Маршал содан кейін Оспан тобына моңғол елінің әскери әуе күшінің қолбасшысы генерал Зайсановтың Ил-16 ұшағын тамашалатты. Зайсанов ұшақтың күш-қуаты туралы мәліметтерді қазақ тілінде баян етіп, одан кейін әуеге көтеріліп, жауынгерлік неше түрлі маневрлер жасады. Зайсанов жерге келіп қонғанда Оспан мен оның батырлары қайран қалып, ыстық ықылас танытып, мәз болысты. Маршал Моңғолияның жастары, оның ішінде қазақ азаматы, қазіргі заманның озық техникасын біліктілікпен игергенін көрсету үшін Зайсановты ұшағымен бірге бұл сапарға әдейі ертіп әкелген еді. Жайри Шәкенұлының Оспан Батыр романынан ықшамдалды. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, басқа топтарға бөлісе отырыңыздар.